Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен мен Азамат Хандәулетұлы. Видеоға кіріспес бұрын каналға өз үлестеріңізді қосу үшін тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Ал ендеше кеттік. Бүгінгі тақырыбымызда ортаңғы ми анатомиясында, яғни мезенцефалында біз оның сыртқы құрылысын толық талдайтын боламыз. Алдыңғы беткейінде қандай құрылымдар бар екенін, артқы беткейінде қандай құрылымдар бар екенін, және көлденең кесіндісінде алып қараған кезде қандай ядролар ортаңғы мида көрінетінін және транзит арқылы өтетін жолдарды толық алып қарастыратын боламыз. Енді ортаңғы ми анатомиясы мезенцефалон латынша шекараларына келетін болсақ, алдыңғы жоғарғы, алдыңғы төменгі, артқы жоғарғы және артқы төменгі шекараларын алып қарастырады екенбіз. Алдыңғы жоғарғы шекарасына корпора мамилярия жатады. Және алдыңғы төменгі шекарасына көпірдің жоғарғы шекарасы. Алдыңғы жоғарғы шекарасы және алдыңғы төменгі шекарасы көк түспен берілген. Артқы жоғарғы шекарасы эпиталиамус, артқы төменгі ол нервус трохлеаристің түбіршегі шығатын орын. Мына суреттен көрсек болады. Алдыңғы вентралды беткейдің құрылымдарынан корпора мамилярия емізікше тәрізді дене жоғарғы шекарасын құрайды, ал төменгі шекарасында көпірдің жоғарғы шекарасы. Артқы беткейін көретін болсақ, мына жерде эпиталиамустың құрылымдары, бізде артқы жоғарғы шекарасы, ал артқы төменгі шекарасын мына нервус трохлеарис шығыршық нервінің, төртінші жұп бас ми нервінің түбіршегі шығатын орын міне шектеп тұрады екен. Ендеше ортаңғы мидың негізгі үш бөлімін алып қарастырсақ болады. Ол ми аяқшалары педункулус церебри алдыңғы бөлігінде және артқы бетінде ламина текти немесе төбе табақшасы деп атаймыз. Төбе табақшасының өзі негізгі төрт төмпешіктен тұрады. Оны мына артқы құрылысынан көре аламыз. Төрт төмпешік, яғни екі жоғарғы каликули супериорис және екі төменгі төмпешік каликули инфериорис. Және де үшінші бөлігі бұл акведуктус мезенцефали. Ортаңғы мидың су құбыры. Автор бойынша Сильвиев су құбыры деп аталады. Бұл қайдан түзіледі? Біз білеміз, үш ми, яғни көпіршігі бар. Бұл бізде ромбоэнцефалон, прозенцефалон, мезенцефалон. Прозенцефалон алдыңғы ми көпіршігі. Бұдан бізде теленцефалон, яғни ми қыртысы дамиды, және диэнцефалон аралық ми дамиды. Ал мезенцефалоннан тек қана мезенцефалон, яғни ортаңғы ми дамиды. Осы ми көпіршігінің бізде қалдығы болып, яғни қуыс болып қалатын осы Сильвиев су құбыры. Бұл жоғарғы жағынан үшінші ми қарыншасымен, төменгі жағынан төртінші ми қарыншасымен байланысады. Осы жол арқылы, яғни ликвор айналымы жүзеге асып отыратын болып табылады. Ал үшінші жаңағы ромбоэнцефалоннан, ми көпіршігінен бізде көріп отырған артқы ми метенцефалон, оның өзінің екі құрылымы бар. Яғни көпір мен мишық және сопақша ми меленцефалон дамиды. Осы Сильвиев су құбыры бізде мезенцефалонның ми көпіршігінің бізде қалдығы деп айтсақ та болады екен. Енді сыртқы құрылысына келетін болсақ, вентралды беткейінің құрылымдары, яғни бұл жерден көріп отыратынымыз миш аяқшалары крус церебри, оның екі ми аяқшасының ортасында орналасқан фосса интерпедункулярис. Бұл қайдан түзіледі? Біз алдыңғы неврология анатомия деген плейлистте көрсеңіздер болады. Мишық анатомия сабағында салып кеткен болатынмын. Мишықтың негізгі үш аяқшасын алып қарастырамыз. Ол төменгі мишық аяқшасы, сопақша мимен байланысатын ортаңғы мишық аяқшасы, көпірмен байланысатын және осы жоғарғы мишық аяқшасы бізде ортаңғы мимен байланысады. Ортаңғы мен жоғарғы мишық аяқшасы көтеріле отырып, яғни крус церебриді көріп отырмыз, байланысады. Дәл осы екі ми аяқшасының ортасында фосса интерпедункулярис түзіледі. Бұл фосса интерпедункуляристің түбінде субстанция перфората постериор немесе субстанция перфората интерпедункулярис деп атайды басқаша, орналасады. Және осы тесіктелген табақшада көптеген қан тамырлар өтеді. Міне көріп тұрмыз. Және бұл жерде тағы айтып кететін жоғарғы шекарасы жаңа айтып кеткен. Алдыңғы жоғарғы корпора мамилярия шектейді, емізікше тәрізді дене. Және төменгі шекарасын мына көпірдің жоғарғы шекарасы. Және көретініміз нервус локомоторис көріп тұрмыз.
оның жүлгесі sulci nervi oculomotoris көрсек болады. Келесіде біз дорзальды беткейінің құрылымдары. Дорзальды беткейінде екі латеральды жағында екі ми аяқшаларын crus cerebriді көреміз. Сол жағынан да, оң жағынан да. Және де осы төбе табақшасы деп атайды мына көріп тұрғанымыз ламина немесе текти немесе ламина квадригемина. Квадригемина деп атау себебі 4 төмпешіктен тұрады. Немесе 4 төмпешік бұл жоғарғы 2 төмпешік және төменгі 2 төмпешік. Colliculi superiores, colliculi inferiores. Және артқы жоғарғы шекарасы эпиталямус және артқы төменгі шекарасынан nervus trochlearis'тің шығатын түбіршегі. Енді осы 4 төмпешіктің бізде негізгі қызметтері қыртыс асты көру және есту орталықтары орналасқан. Осы екі жоғарғы төмпешіктерде colliculi superiores'те қыртыс асты көру орталығы, яғни қыртыс орталығы емес. Қыртыс орталығы бізде анау sulcus calcarinus'та орналасқан. Шүйде үлесіндегі. Бұл жоғарғы төмпешіктерде, ал төменгі төмпешіктерде есту орталығы. Бұл да қыртыс асты есту орталығы. Бұның есту орталығының қыртыс бөлігі гешлер қатпарында. Ол гешлер қатпары қай жерде? Яғни sulcus lateralis'те орналасқан. Енді дәл осы colliculi superioris өзінің яғни жолын, импульстарын бізде жоғарғы төмпешік сабына береді. Жоғарғы төмпешік сабы арқылы corpus geniculatum laterale. Латеральды иінді денеге береді. Латеральды иінді дене өз кезегінде tractus opticusқа жалғасады. Көру жолына. Ал енді жаңағы есту қыртысасты орталығы төменгі төмпешікте орналасты дедік. Colliculi inferiores, brachium colliculi inferiores жаңағы төменгі төмпешік сабына береді. Төменгі төмпешік сабы corpus geniculatum medialeге береді. Бұл есту жолы. Келесі бұл ортаңғы мидың көлденең кесіндісі. Жаңа видеоның басында айтып кеткен болатынмын, ортаңғы мидың көлденең кесіндісінен ортаңғы мида орналасқан ядроларды көреміз және транзит арқылы өтетін жолдарды көреміз. Ендеше оны толығырақ қарастыратын болсақ, біз ортаңғы миды негізгі 3 бөлікке алып қарастыратын боламыз. Бұл жоғарғы, яғни артқы бетінде орналасқан tectum mesencephaly төбе табақшасы, ортаңғы бөлігінде орналасқан tegmentum mesencephaly және алдыңғы бетінде pedunculus cerebri, ми аяқшалары. Tectum mesencephaly мен tegmentum mesencephaly, яғни ортаңғы мидың жамылғысының арасында бөліп тұратын бұл aqueductus mesencephaly. Сильвиев су құбыры болып табылады, бір санмен көрсетілген. Ал tegmentum mesencephaly ортаңғы ми жамылғысы мен ми аяқшаларын бөліп тұратын бұл substantia nigra қаразат. Қаразаттың негізгі қызметі яғни дофамин бөлуге қатысады. Сонымен қоса мынау жолақты дене стриарлы жүйемен бірге отырып, және нигростриарлы жүйені түзеді, және стриополидарлы жүйе бар бізде. Сол екеуі бірге отырып, нигростриарлы және стриополидарлы жүйелер бізде көптеген қызметтер атқарады. Он қандай қызметтер? Бұл біріншіден бұлшықеттер тонусын реттеу, антагонист және агонист бұлшықеттер, мысалы бицепс пен трицепс бұлшықеттерінің бізде үйлесімді жұмыс атқаруын қамтамасыз етеді. Сонымен қоса белок, көмірсу, май алмасуларын, температураның алмасуларын реттеуге қатысады. Ал негіз қызметтердің бірі бұл дофамин өндіруге қатысады. Енді бізде жаңа айтып кеткен tectum mesencephaly артқы бөлігінде орналасқан, немесе ламина квадригемина, бұл жерде жоғарғы және төменгі жаңағы төмпешіктер colliculi superiores пен inferiores орналасқан. Ал жоғарғы төмпешігінде айтып кеттік, көру, қыртысасты көру орталығы орналасқан, төменгі төмпешікте қыртысасты есту орталығы орналасқан. Ал енді осы tectum mesencephaly'дан бізде жолдар тарайды екен, бұл tectum, яғни tractus tectospinalis. Яғни тектумнан басталып, бізде жұлынға дейін тарайтын жолдар. Және де aqueductus mesencephaly Сильвиев су құбырының жанында бізде substantia griccea centralis, орталық сұрзатты көреміз. Орталық сұрзатта мына жерде жазылмаған, бірақ 3-ші және 4-ші бас ми нервтері орналасқан. 3-ші бас ми нерві nervus oculomotoris, ал 4-ші бас ми нерві nervus trochlearis, шығыршық нерві. 3-ші бас ми нерві орталық бөлігінде орналасады, бірақ жоғарғы төмпешік деңгейінде орналасқан. Ал төменгі төмпешіктің деңгейінде, бірақ орталық бөлігінде осы substantia griccea centralis'те орналасқан, бұл 4-ші бас ми нерві. Қай жерде орналасқан десеңіздер,
Үшінші жұп бас минердің бұл жоғарғы төмпешік деңгейінде субстанция грицея централис дейсіздер. Яғни сильвиус су құбырының жанында. Ал төртінші жұп бас минерва қайда орналасқан десеңіздер, ядролар орналасқан. Бұл яғни төменгі төмпешік деңгейінде субстанция грицея централистің яғни құрамында орналасқан деп айтасыздар. Енді осы трактус текта спиналис алдыға қарай орталық бөлікке, яғни тегментум мезенцефалийдің деңгейінде бізде қиылыс жасайды. Бұл декусацио тегменталис дарзалис, артқы жамылғы, яғни қиылысы. Бұл Мейнард қиылысы деп атайды. Және алдыңғы бізде жамылғы қиылысы бар, оны не түзеді? Бізде ортаңғы бөлікте тегментум мезенцефалий, ортаңғы ми жамылғысында нуклеус рубер, қызыл ядро орналасқан. Осы қызыл ядродан трактус руброспиналис жалғасады. Бұл да жаңа осы қызыл ядродан басталып жұлынға баратын жол. Бұл алдыңғы бөлігінде жалғаса отырып қиылыс түзеді. Алдыңғы жамылғы қиылысы, немесе автор бойынша Форель қиылысы деп аталады. Алты санмен көрсетілген. Енді сонымен қоса бізде ортаңғы бөлікте лимнискус латералис пен лимнискус медиалисті көреміз. Лимнискус латералистің басқаша атауы есту жолы. Бұны көпір анатомиясында толық талдағанбыз. Жаңа неврология, анатомия деген плейлисттен көріп алсаңыздар болады, есту жолына қатысады. Ал лимнискус медиалис медиалды ілмек деп аталады. Медиалды ілмектің негізгі қызметі қыртысқа дейін бізде сигналды апарады. Қандай сигнал? Яғни проприорецептивті сезімталдылық. Бұл проприорецептивті деген бұлшықет буыннан сезімді апаратын негізгі жол болып табылады. Медиалды ілмек. Енді осы тегментум мезенцефалий мен педункулус церебриді бөліп тұрған субстанция ниграның, яғни алдыңғы беткейінде бізде ортаңғы мидың бізде ми аяқшаларының негізі орналасқан. Ми аяқшаларының негізі көптеген транзит арқылы өтетін жолдардан тұрады. Бұл қандай жолдар? Латералды бөлігінде орналасқан бұл жолдар, медиалды бөлігінде орналасқан жолдар, негізгі 4 жолды алып қарастырады екенбіз. Яғни трактус фронта понтинуста, ішкі беткейін, медиалды беткейіндегі бұл маңдай үлесінен сигналды, яғни төмендегі жол болып тұр ғой, көпірдің, яғни ядросына дейін жеткізеді. Транзит арқылы өтеді деп айтып тұрған себебіміз жаңа маңдай үлесінен бізде аралық ми арқылы да өтеді, ортаңғы ми арқылы өтіп, жаңағы көпірдің ядросына барып тіреледі, яғни аяқталады. Сол себепті трактус фронтопонтинус деп аталады. Және келесі трактус оксипита темпора понтинус, бұл сезімді артқы, яғни шүйде үлесінен жинайды, самай үлестерінен жинап, бізде көпірге апаратын негізгі жол болып табылады сезімдерді. Енді медиалды бөліктерінде орналасқан трактус кортика спиналис, трактус кортика нуклеарис жолдары. Бұл жолдарды әрбір медик студент білу керек. Бұл пирамидалық жолға жататын жолдар. Ал экстрапирамидалық жолға жаңа айтып кеттік. Мынау трактус рубра спиналис, сонымен қоса трактус текта спиналис, одан басқа да трактус вестибула спиналис, сопақшамен басталатын олива спиналис жатады, және ретикула спиналис деген жолдар бар. Бұл жаңа экстрапирамидалық жүйеге жатады. Мына жерде де трактус текта спиналис айтқан старт рефлекс деп. Бұл не үшін старт рефлекс? Яғни бізге кенеттен бір угроза төндіретін болса, белгілі бір қауіп төндірсе, біз денеміз өзімізге бағынбай, яғни саналы емес түрде бір бағытқа қарай яғни қашатын боламыз. Мысалы, машина келіп, бізде бірден кенеттен тоқтаса, біз одан яғни солға немесе оңға қарай қашамыз деген секілді, секіреміз. Бұл негізі экстрапирамидалық жүйеге жататын жолдар болып табылады, жаңа айтып кеткен 5 жол. Яғни санаға бағынбайды. Ал санаға бағынатын пирамидалық жолдар бұл кортика спиналис және трактус кортика нуклеарис. Бұлардың аталу себебі не? Трактус кортика спиналис деген, яғни екеуі де қыртыстан басталады. Қыртыста, яғни орталық алды қатпар бар тұғын. Ми қыртысы анатомиясында лекцияда айтып кеткен болатынмын. Орталық алды қатпарды бізде 5-ші қабатында бетса жасушалары орналасқан. Бетса жасушаларының пішіні пирамида тәрізді. Бетса жасушаларының пішіні пирамида тәрізді, сол себепті оны пирамидалық жол деп атаймыз. Және сол жерден бастала отырып, орталық алды қатпардан бізде корона радиата,
ішкі капсуладан өтеді, таламус, аралық ми, ортаңғы ми арқылы көпір, сопақша ми, жұлынға дейін баратын жолдар. Дәл осы кортика спиналис жұлынның алдыңғы мүйізінің қимылдатқыш ядроларынан аяқталады. Бұл біздің денемізді және мынау қолдарымыз бен аяқтарымызды, яғни сезімдерді жеткізетін жол қимылдатқыш. Ал трактус кортика нуклеарис бізде негізгі қимылдатқыш ядролардан аяқталады. Яғни кортика қыртыс ядро жолы. Бұл ядролар 3-ші жұп бас ми нерві, 4-ші жұп бас ми нерві, жаңа айтып кеткен орталықтар ламина квадригеминада орналасқан. Және де 5-ші, 6-ші, 7-ші жұп бас ми нервтері ромб тәрізді шұңқырдың артқы бетінде немесе түбінде орналасқан. Көпірдің, яғни артқы бетінде орналасқан деп атаймыз басқаша. 5-ші жұп бас ми нервіне, 8-ші жұп бас ми нервіне дейін. Ал 8-ші жұп бас ми нервінде бізде қимылдатқыш жүйке жоқ. Және 9-шы, 10-шы, 11-шы, 12-ші бас ми жүйкелері сопақша мидың артқы беткейінде орналасқан ромб тәрізді шұңқырдың түбінде. Осы жолдар негізгі қимылдатқыш болып табылады. Яғни кортика нуклеарис жолының ядролары. Енді қайттан айтып кететін болсақ, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші бас ми жүйкелерінен аяқталады. Бұның енді трактус кортика спиналистен айырмашылығы бұл жұлынның алдыңғы мүйізінің қимылдатқыш ядроларынан аяқталмайды. Бұл жаңа айтып кеткен 3-шіден бастап 12-ші 8-ді қоспағандағы ядроларға аяқталады. Бұл мойнымыз бен басымызды, яғни қимылдатуға қатысады екен. Енді келесіде осы біз 3-ші және 4-ші жұп бас ми нервтерінің ядроларын жеке талдайтын болсақ, көз қозғалтқыш нервінің нервус окуломоториустың бізде негізгі ядролары аралас болып келеді. Бұл бірінші қозғалтқыш, көз қозғалтқыш нервісінің ядросы нуклеус нерви окуломотори, және орталық тағы ядро нуклеус централис импар, немесе автор бойынша перли ядросы деп атайды. Бұл қозғалтқыш және конвергенциялық ядро. Және көз қозғалтқыш нервісінің қосымша ядросы. Бұл парасимпатикалық, басқаша автор бойынша бізде Якубович ядролары. Бұл ядроны медициналық универлерде міндетті түрде сұрайды. Бізге керек ядролардың бірі. Және шығыршық нерві, нервус трохлеарис, бассүйек нервінің 4-ші бас ми нерві. Бұның бір ғана ядросы бар, бұл шығыршық нервісінің ядросы, нуклеус нерви трохлеарис. Және мидан шығатын жерлері 3-ші жұп бас ми нерві аяқшаралық шұңқыр, фосса интерпедункуляристен шығады. Ал бас сүйектен, яғни сүйегінен шығатын жері фиссура орбиталис супериор. Және шығыршық нервініңкі де жаңағы жоғарғы межеркенің велум медулярис супериустың, яғни жүгеншесінің бүйірінен бізде мидың дорзальды беткейінде шығатын жалғыз нерв болып табылады. Ал бас сүйектен шығатын жері дәл жаңа айтқандай фиссура орбиталис супериор. Ал негізі фиссура орбиталис супериор арқылы 3-ші, 4-ші, 5-ші жұп бас ми нервінің 1-ші тармағы және 6-ші жұп бас ми нерві шығатын болып саналады. Және көз қозғалтқыш нервтің бізде иннервациялайтын бұлшықеттер, бұл бізде көздің бұлшықеттері. Бұл қандай десек, жоғарғы, медиалды, төменгі тік бұлшықеттер және қабақты көтеретін мускулус леватор пальпебра. Ал шығыршық нерві, нервус трохлеарис, бұл жоғарғы қиғаш бұлшықет мускулус облигус супериорда. Ал бұл жерде көрсетілмеген тағы бір көзді қимылдататын жүйке бар. Бұл 6-ші жұп бас ми жүйкесі. Бұл орталық мида орналаспайды, бұл көпірде орналасады. Ол латеральды тік бұлшықет мускулус ректус латералисті қимылдататын жүйке болып табылады. Осымен лекциямыз аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Түсінбей жүрген тақырыптарды комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады, міндетті түрде салатын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.